Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 81-ші сабақ табиғатпен танысамын тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта өлеңнің мазмұнын түсініп оқимыз және де өлеңдегі теңеу сөздерді тауып айтатын боламыз. Олай болса балалар, сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма: артық суретті көрсет, ойыңды түсіндір. Бірінші суретте бізде күн бейнеленген, екінші суретте жер, үшінші суретте ай, төртінші суретте бейне камера, бесінші суретте сауран бейнеленген. Балалар, бұл жердегі бізде төртінші сурет артық. Себебі бұл төрт суреттің барлығы аспан денелері, ал бізде төртінші бейне камера болғандықтан бұл аспан денелеріне қатысы жоқ, сондықтан да ол сурет бізде артық. Екінші тапсырма: өлеңдерді түсініп оқы. Аймен танысу. Ай жарық, әдемі түн еді, мен жүрсем, ай бірге жүреді, жүзіме үңіліп күледі, жүгірсем, жүгірді, қалмады. Мен жайлап кідірдім, айдың да алқынып қалар деп жүрегі. Балалар, өлеңнің авторы Сәнімгүл Желдербаева. Балалар, өлеңдегі алқыну деген сөз жүгіру кезінде ентігу, демігу деген мағынаны береді екен. Келесі бізге берілген тапсырманы орындайық. Ай туралы өлеңдегі оқиға саған таныс па? Иә, бұл өлеңдегі оқиға бізге таныс. Біз бала кезімізде түнде көшеде жүріп қарасақ, ай бізбен бірге жүріп бара жатқандай болатын. Бұршақ жауын. Жүгерідей аппақ, ұстап көрсең қаттақ. Су боп еріп кетеді, қойсаң тығып сақтап. Сатыр-сұтыр етеді, шекеңе тисе өтеді. Ауызға салсаң лезде, кәмпитте еріп кетеді. Өлеңнің авторы Ырза Қунақова. Балалар, енді бірнеше сұрақтар берілген бізге. Сол тапсырмаларды бірге орындайық. Ізде. Үшінші тапсырма: ақын бұршақты нелермен салыстырады? Теңеу сөздерді тап. Бұл жердегі, яғни осы өлеңдегі теңеу сөздер жүгерідей, кәмпиттей деген сөздер. Төртінші тапсырма: табиғат құбылысы туралы бірнеше сұрақ жаз. Балалар, табиғат құбылыстары туралы біз 4 сұрақ жаздық. Бірінші: жаңбыр неге жауады? Екінші: күн қайдан шығады? Үшінші: жұлдыздар неге түнде көрінеді? Төртінші: кемпір-қосақ қалай пайда болады? Және де қар қайдан пайда болады? Келесі бесінші тапсырма: кемпір-қосақ. Жаңбыр жауып басылды, аспан шайдай ашылды, көкке қызыл жасылды, кемпір-қосақ асылды. Бояулары бір ғажап, аспан бойлап тұрды аз-ақ. Құшақтайын деп едім, ғайып болды тым тез-ақ. Өлеңнің авторы Құлкерім Елемес. Балалар, өлеңдегі ғайып болу дегеніміз жоқ болып кету деген мағынаны береді. Бесінші тапсырма: бала кемпір-қосаққа неліктен таңданды? Бала кемпір-қосақтың түсі түрлі түсті болғанына және аз уақыт аспанда тұрғанына таңданды. Қорытындыла. Алтыншы тапсырма: айналаңдағы табиғатта өзіңді не қызықтырады? Мені табиғаттағы аспанға қара бұлттың жиналуынан кейінгі жаңбырдың жауатыны, қар жауғанда күннің суығы, кемпір-қосақтың жаңбырдан кейін шығуы қатты қызықтырады. Үй тапсырмасы: ұнаған өлеңді жаттап ал. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.